Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін мен сіздерге Кровавый алмазы атты киноны қысқаша айтып беретін боламын. Кино Соломон Ванди атты ер адамның балық аулауымен басталады. Ауыл тұрғындарының барлығы осы кәсіппен айналысатын. Соломон баласымен келе жатқан жолда ауылға бір топ бандиттер шабуыл жасайды. Соломон баласына тығыл деп отбасын құтқарады. Отбасына бұл жақтан алысырақ кетің дейді. Бандиттер ер адамдарды ұстап алып, оларға өздерінің ORF, яғни бандалық құрамына кіруге күштейтін. Кіруден бас тартқан адамдардың қолын жауып тастайтын. Кезек Соломонға да келеді. Командир өлтірмеуге бұйрық береді. Өйткені ірі денелі адамдар бізге керек деп оны алмас қазуға құлдыққа алып кетеді. Ауыл тұрғындарының тең жартысы осы жерде болатын. Командир жұмыс барысын қысқаша түсіндіріп, тапқан алмаздарыңды тауып қалмақшы болсаңдар, өлім күтіп тұрғанын айтады. Бұл сөзді құлағына қыстырмаған бір ер адам тауып алған алмаздарын тықпақшы болып жатқан жерінен ұсталып қалады да оны атып тастайды. Жұмыс барысы қыза түседі. Жерді қазып жатқанда үлкенірек алмаз тауып алады. Ол алмаздарды тықпақшы болып әжетханаға сұранады. Командир оны жолда ұстап алып тексере бастайды, бірақ ештеңе таба алмайды. Солай Соломон алмаздарды шығарып жерге тықпақшы болып жатқан жерінен оны командир ұстап алады. Сол уақытта мемлекеттік әскери адамдар лагерге шабуыл жасай бастайды. Біраз адамдарды ұстап алып түрмеге тұтқындайды. Түрмеде командирді кездестіреді. Командир алмаздарды қайда тықтың деп сұрай бастайды. Ол болса ештеңе білмейтіндей түр жасайды. Командир оны келеке етіп, отбасыңның қайда екенін білемін деп мазақ етіп кетеді. Сол уақытта бұл сөздерді Дэнни Арчер естіп тұрған болатын. Дэнни Арчермен таныса отырыңыздар. Ол бұл жақтан заңсыз жолмен алмаздар алып отыратын. Алған алмаздардың орнына бандиттерге қару-жарақ пен пушка беретін. Ол алмаздарды ешкілердің ішкі терісіне тығып елден шығып кетпекші болады. Бірақ полиция қызметкерлері оның қулығын біліп қалып ұстап алып кетпекші болады. Сол уақытта Дэнни Арчер менің жоғарыда таныстарым бар деп қорқыта бастайды. Полиция қызметкерлері оған қарамастан түрмеге отырғызған болатын. Бірақ ол көп ұзамай түрмеден шығады. Түрмеден шыққанда оны ұшқыш жүргізушісі күтіп алады. Ұшқыш жүргізушісіне Соломон Ванди атты ер адамды қалай болса да түрмеден алып шығуымыз керек. Ол үлкен қызғылт алмаздың қайда екенін біледі. Оны біз алатын болсақ өте жақсы ақшаға сата аламыз дейді. Көп ұзамай Соломон Ванди түрмеден шығады. Оны ұшқыш жүргізуші күтіп алады да оған енді сенің ақ нәсілді досың бар деп бір буым ақшаны ұстатып кетеді. Ақ нәсілді досы Дэнни болатын. Дэнни бұл уақытта барға келіп, бармен балаға жақсы мылтық тауып беруін сұрап, қалтасындағы бар ақшасын береді. Барда ол Мэдди Бауэн атты журналист қызбен танысады. Журналист қыз Дэнниге контрабандистке ұқсайсың дейді. Ал Дэнни болса өзі мемлекеттік жұмыскер ретінде таныстырған еді. Журналист қыз контрабандалық бизнесті толықтай айтып беруін сұрайды. Дэнни болса менен аулақ жүр деп кетіп қалады. Соломон өзінің отбасын тізімдердің арасынан іздей бастайды, бірақ тізімдердің арасында жоқ болып шығады. Оның отбасы бандиттерден қашып жүрген жерінен ұсталып қалған болатын. Дэнни оңтүстік Африкаға келіп контрабандалық жолда көмектесіп отырған полковникқа алмаздарды алып келе жатқан жолда полиция қызметкерлері ұстап алды деп бар мән-жайды түсіндіре бастайды. Полковник үлкен қызғылт алмаздарды іздеп жүргенін біледі. Ол алмаздарды тауып алуымыз керек. Оны тапсақ өте үлкен көлемде жақсы ақшалар күтіп тұрғанын айтады. Бұл уақытта бандиттер балаларға күш қолданып, оларға мылтық ұстатып, адам өлтіруді үйретіп жатқан болатын. Кешкісін Дэнни барға келіп, бармен баладан тапсырыс берген тапаншасын алып кетеді. Соломон уақытша көшіп келген қаласынан өзіне жұмыс тауып алған болатын. Бірақ бұл қалаға да бандиттер шабуыл жасай бастайды. Қашып бара жатқан жолда Дэнниді кездестіреді. Дэнни оған алмаздарды тауып берсең менде сатып алатын адамдар бар. Олар бізге бұл алмаз үшін жақсы ақша ұсынып тұрғанын айтады. Соломон болса тауып беруден бас тартады. Бірақ Дэнни бас тарта алмайтын ұсыныс жасап, өзінің таныстары арқылы отбасын табуына көмектесетінін айтады. Қалаға бандиттер кіріп келіп әскери адамдармен атыса бастайды. Сол уақытта пайдаланып екеуі жақсылап тығылып кешкісін қаладан шығып кетеді. Шекарадағы күзетшілерді Дэнни өз қулығы арқылы алдап кетеді. Солай олар басқа қалаға келеді. Қалада журналист қызды кездестіреді. Контрабандалық жолмен қалай алмаздарды алып, кімдерге сатқаны туралы ақпаратты беруге келіседі. Бірақ бұл көмек үшін ол журналист қыздан Соломонның отбасын тауып беруіне көмектесуін сұрайды. Үшеуі тікұшаққа отырып Гвинеядағы лагерге келеді. Лагерде Соломон отбасын кездестіреді, бірақ баласының бандиттердің қолында екенін естігенде ашуға беріліп кетеді. Солай тікұшақпен қайтып бара жатқан жолда Соломон алмаздардың жасырылған орнын көрсетеді. Дэнни алмаздардың жасырылған орны нақты қайда екенін сұрайды. Соломон болса баласының бандиттердің қолында екеніне қайғырып отырған болатын. Баласының ағылшын физика, химия сабақтарын оқу үшін мектепке күнде 5 километр жүретінін еске алып, менің балам болашақта мықты врач болатынына сенемін деп алмаздарды емес баласын ойлап отырған болатын. Дэнни журналист қызға барлық контрабандалық жолмен алмаздарды қалай алып, қолданыста болмай ұзақ уақыт сақталатын орны туралы толық ақпаратты береді. Айтқан ақпарат үшін Дэнниді журналист қылып, Соломонды қасына оператор қылып алып бірге жолға шығып кетеді.
Жолда оларға бандиттер шабуыл жасайды. Олар бірден көліктерін ауыстырып атыс болып жатқан жерден кетіп қалады. Соломонның ұлына бандиттер наркотик салып, бұл саған күш береді деп алдап наркотаға отырғызып, қолына лесбий мен тату салып береді. Осындай жолдар арқылы жас балдардың миын улап, қарапайым халыққа оқ атқызады. Дэнни, Соломон, журналист қыз үшеуі машинадан түсіп, жаяу ормандардың арасымен келе жатқан жолда оларды тайпа адамдар ұстап алады. Оларды өздерінің ауылдарына кіргізіп, сол жақтағы мұғаліммен таныстырады. Мұғалім бұрын бандалық құрамда болған балалардың көзін ашып, білім беріп, олардың психологиясын дұрыс жолмен айналысатын. Таң ата олар США-ның лагеріне жолға шығады, бірақ оларға О'Елифтің екі кішкентай жасөспірім балалары оқ ата бастайды. Оқ ауыл мұғаліміне тиіп кетіп, ол лагерге алып келгенше өте көп қан жоғалтады. Лагердің командиріне келіп, алмаздардың нақты қайда екенін білетінін айтады. Олар болса сол орынға спецоперация жасаймыз, дайындала бер дейді. Бірақ сол уақытта журналист қыздан көмек сұрап, әскери адамдарды алаңдата тұр дейді. Көмегіне өзінің блокнотын береді. Оның ішінде контрабандистер туралы толық ақпараттар мен номерлер бар екенін айтады. Журналист қыз әскери адамдарды алаңдатып тұрғанда Дэнни жолға азық-түлік пен керек жарақтарды ұрлап шығып кетеді. Солай Дэнни мен Соломон бірге жолға шығар алдында журналист қызбен қоштасып кетпекші болады. Журналист қызы естелік ретінде Дэнниді суретке түсіріп алады да өзінің номер жазылған визитка картасын береді. Дэнни мен Соломон бірге лагерден қашып кетеді. Өйткені командир алмазды тауып алған уақытта ешкіммен бөліскісі келмейтінін біліп қалады. Жолай Соломон алмаздардың жұмыртқа тәрізді көлемі бар деп сипаттап береді. Дэнни болса алмаздарды 100 градтан кем еместігін айтады. Түнде бандиттерден тығылып отырғанда бандиттердің арасынан өзінің баласын көріп қалып, баласының есімін айтып айқайлап жібереді. Бандиттер болса оқ атып жан-жақтан іздей бастайды, бірақ олар жақсы жерге тығылып қалып, таң атқанша сол жерде жатады. Таң ата алмаздардың жасырылған орнына жақынырақ келеді, бірақ бандиттердің ол аралықта көп екенін көріп әскери адамдардан көмек сұрайды. Түн қарағанда Соломон баласын іздеп лагердің орта жағына келеді. Барда карта ойнап пиво ішіп отырған баласын көріп, мен сенің әкеңмін ғой деп қасына жақындай бергенде баласы әкесін танымай тұтқынға алады. Таң ата лагердегі бандиттердің командирі келіп Соломонды танып қалады да жасырылған алмаздарын тауып бер, немесе балаңды өлтіремін деп талап қояды. Сол уақытта америкалық әскери адамдар көмекке келіп оқ ата бастайды. Қолайлы уақыттың келгенін күтіп, Соломон командирді күрекпен ұрып өлтіреді. Лагер толықтай әскери адамдардың қолына өтеді. Командир Дэнниге алмаздарды тауып бер деп бұйырады. Дэнни, Соломон, командир үшеуі алмаздар жасырылған орынға барады. Дэнни командирдің алмаздарды ешкіммен бөліскісі келмей тұрғанын біліп, қолыққа салып күзетшілердің мылтықтарын тартып алып командирді өлтіріп тастайды. Оф деп енді бір алмаздарды алып жатқанда Соломонның баласы әкесіне мылтық тақап атпақшы болып тұрған болатын. Қасқа бейшара баланың бандиттер басын улап наркотаға отырғызып тастағанның әсері болып жатыр-ау шамасы. Әкесі баласын тыныштандырып самолет қонатын орынға қарай асыға жүгіреді. Жолда Дэнни жарақаттанып қалады да өзден кете берің деп алмаз бен журналист қыздың номер жазылған визитканы қоса береді. Журналист қыздан көмек сұрасаң, ол саған әрдайым көмектесетінін айтады. Дэнни сол жерде қалып әскери адамдармен атыса бастайды. Алмазды сатып алатын кісімен кездесіп, оған алмазды сатады. Сол уақытта журналист қыз барлық оқиғаны суретке түсіріп алады. Соломон отбасымен аман-есен кездескеніне қуанады. Мен де заңсыз жолмен алмаздарды тасып жүрген адамдар туралы толық ақпаратты елге жария қылады да Вандикамның компаниясына қарсы шығады. Соломон болса елдің алдына шығып, бұл алмаздар қандай жолмен елге алып келіп жатқаны туралы толықтай ақпаратты өз аузымен айтып береді. Осылайша Вандикамның да компаниясы жабылады. Заңсыз жолмен алмаздар алып келу тоқтатылады. Осылайша кинода аяқталады. Видеоны лайк басып, комментарий жазып, арнаға тіркеліп қазақша контентті бірге қолдайық.